Жан, сен магазинге кіріп бір нәрсе аласыршы. Ішім ауырып жатыр мен. Осы кезде ертеде кіріп ботаға өзім пранк жасағым келген. До конца көріңдер. Короче, бір зеги чайды алайық. Үйде осылай зеги чай деген толып тұрады ғой бізде. Отандық өнім. Алдында мынандай пиво сияқты кружка сатып алғам ғой. Зеги чайды аламыз. Опа. Қазір бота кіреді. Мынаны толтырайық кішкене. Қайда жоқ болып кетті нағыз. Пиво. Хумай. Пиво местно. Хумаш? Кешірін өтірік па деп тұрмын оны. Өлерсің үшін. Неме қоймам түсіне, зеги чай ма? Жоқ, неге төге салдым? Өтірік па деп ойлап тұрмын оны. Қатырысты. Мұнан бәрін неге шығарайық балконға? Короче, 1, 2, 3, 4 вкусы бар екен. Енді зеги чай хит болайын деп жатыр. Ой-бой-ой. Мана иісті айта алмаймын мен. Шүкір Аллаға. Ой-бай. Подъездге дейін шығып тұр ғой иісі. Қыш? Ана екеуін ұмытып кетіппін ғой. Кіріңдер. Бека, жүр екеуміз ана трендті билейік. Короче, қазір хит болып жатқан биді билейміз. Реал мен Барсаның ойынын көріп отырық, тамақ ішіп. Али бауырымыз екеуміз Реалға енді бәстестік. Реал ұтады деп жатырмын, Қайрат жолын ашып берді, просто Реалды. Барса ұтылса бастарынан 10 рет шалбан алам, жарай ма? Бірінші тайм біткенше екінші гол салады, қара. Есеп қой бәрін. Мен задача беріп қойғам голарға. Нан Что там? Жут нагоняет Беллингем. Осы қақпаға мен де тығылам. Тура айтынша есеп 45-ке дейін бір гол сығат дедім ма? Бірінші тайм біткенше бір гол. В общем, счет нешеде неше болады деп ойлайсыңдар, жазып кетіңдер. Бүгін Ерлан досымның тойы. Что там, кортеж ба? Иә, осы круг жасаймыз. Как обычно. Что там, жарас болды ма? Дай машину, дай. Қатекке қоясыншы. Жарастың келіншегі міне. Ой, Жарас. Базарда. Сағатақ ерет қаласы. Жан, бота мына жерде боянып жатыр. Аяқты көрдіңдер ме? Шешіп саған. Ісің алып сұрасаң мел тұрғандай ай, қайнағашмай сары жел тұрғандай ай. Сендер ең жақын досыңдар ғой Ерлан мен Ақжан. Ерланға бірінші баласы ұл болған тілейсің ба, қыз болған тілейсің ба? Бір Алла біледі ғой. Шапалақсыға! Ол жігіт қайда? Сіз Олжасхан стористан үзбей қалай екенсіз ба? Ерланның жан досы Олжасханға бір шапалақ соғып қойыңыздар, тойыңызға келген құрметті. Красавчик. Павлодарымызды бүкіл Қазақстанға танып отқан, екі қаласынан толған азамат. Бұл маманың түсі, сенің жәннатың бұл түсі. Рахмет, красавчик. Рахмет. Енеңді 6 рет сүйді, неге маманды 2 рет сүйді? Сүйді тағы да. Ай, красавчик, рахмет. Ерлан, сен әкеңнің де еңбегі бар шығар, дүниеге келгенде, е? Әкеңді бір құшақтап қойсайшы, рахмет деп. Молодец, Ерлан. Сенің 2 әкең бар ғой бүгіннен бастап. Екінші әкеңші, Ерлан. Екінші маманышы. Досым сенің сеніміңді ақтаймын, дұрыс болмасаң да досым сені жақтаймын. Досым.
Нормально общайтесь, да? Bir жұма шыдай алмай жатыр апам, мамасыз. Қызы больницадан аман есен шықты деп апамыз ет асып қойыпты. Апам мен келгенде үйтіп аспайсыз ғой. Үйде шыныс пісті мамасыз. Құтты болсын. Мұхтар атам келіп жатыр. Мұртыңыз қайда Мұхтар ата? Алып тастадым. Мен кім көрдіңіз бе? Ой. Мама больницада жатып, Ботаның туған күнімен құттықтай алмады. Қазір Ботаға сюрприз жасайды. Туған Ерте болса да, ой, кеш болса да, ерте болса да деп, ой, кеш болса да, жаным. Өмір жасын, ұзақ болсын. Осындай тәтті боп, ұлымен бақытты болыңдар, айналды. Бірлеме апасты шығар. Апаныкі 20-ға келді бота, 20 мың. А мен 50 мың берем, өзінің үстіне бірдеме оға қойым. Мен қаласың. Бота қаным сома, өзінің ұнатқанды аласың. Біз жеңгемен доссыз. Себепсіз деп тұру. Мама просто больницада болды ғой. Сосын, вообще басқа нәрсе ойлап отырмын. Неожиданно болды ма? Енді тұқымысың. Біз де сенде жақты қарапайым отбасымыз. Апа, пенсия қанша аласыз? 130. Қой, натури ма не? Не үшін? Енді көп балаға ана ретінде қайта менікі алып қайта. Маткаринамын ғой мен бәрі. Матгерина. Сіз қанша аласыз? Нақты шын. Зарплата? Иә. 100. Нағашы, сіз қанша аласыз? 250. Бота сен қанша табасың айына? 70. Жылына десей. Тілеужан сен айына қанша табасың? 300-ден басталады, иногда 500 болады. Рас па? Қайда жіберіп отыр? Маған қарамай, білмеймін. Мынаны қараңдар, мен кіммен кездестім. Это Буба, называется Шуба. Қалайсың? Сколько лет, сколько зим? Өткен туған күнімен, кстати. Рахмет. Тамыр қандай енді? Қалай өмір? Қалай өмір? Өмір күшті, керемет, бәрі тең. Бойың өскен ба 6 сантиметрге? Жоға, аяқ киім. Аяқ киім екен ғой. Короче, Буба маған бірдеңе предлагать етеді. Бір кино, қалай айтады? Социальный ролик. Социальный ролик дейді да? Жоқ, неге именно мен таңдадым? Просто жігіттің сенен қызғанбайды. Сол қазір кездесіп, соның бәрін ақылдасып, қалай түсіреміз, қалай не істейміз. Бұйыртса күтіңдер ал, Бубаның идеясын көресіңдер. Менің идеям күшті, реально күнделікті болып жатқан оқиға, каждый әйелдің басынан өтіп жатқан оқиға, и каждый еркектің басынан өтіп жатқан оқиға. И это прям классный социальный ролик болады, реально. Кім көрмейді, сол чмо, дейм. Точно ма? Газель деп күтпесек болды, главное. Ертең бұйырса ғой бәрі, бісмилля деп түсіреміз енді, көреміз. Біраз болды ғой коллап жасамаған. Нет, она Шуба. Видимся в ТикТоке? Да. В общем, солай, алдағы бұйырса 2 күнде шығады. Совместный пост күтіңдер ал. Так что тіркеліп алыңдар. Сіздерден поддержка күтеміз, достар. Поддержка? Поддержка. Болды ғой. Не тон киіп алғансың ба? Онша емес па? Онша емес па? Бұған қазір онша емес деп айтсаң, түннің ұйықтамай шығады ғой. Тапсырып чегіңізде. Қашан келдің? Жаңа ғана келдім. Жеген ба?
Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Ne yapıyorsun sen? Шақырған жоқсың ба? Sen kalmaya жүре бер өзіңмен. Маған рэп дайындап қойдым дейді. Қане. Рэп па? Сам выходит, город будто замирает. На районе знают, если он, то все решает. Холод в голосе, но сердце только стали и правда. Если слово дал, то сдержался, значит, действительно не надо. Он не бегает за шумом, шум сам бежит за ним. Он не делает вид, он просто делает один. Много тех, кто говорит, но мало кто готов. Озусхан не любит гром, он любит точный вход. Тень длиннее крыши, шаг ровнее дорог. Если вышел на игру, ты уже проиграл раунд. Имя режет воздух, будто лезвие сбах. Запомни этот звук Озусхан. Айбай. Молодец. Қазақша жазбадың ба тоже? Жазам аға. Қазақша жазасың ба? Иә. Красавчик, молодец. Доссың ба? Сүре білмейтін ба бірақ? Сүре Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад, ләм йелид ва ләм якун лаху куфуан ахад. Тағы бір сүре жаттап келсен, тағы беремін беремін. Ма, поддержка. Рахмет аға. Красавчик. Екеуің бір сүреден жаттап келіңдер. Жақсы аға. Хорошо? А так рэп четкий, красавчик. И қазақша тоже жазып кел, иә? Давайте. Мен очкиімді таба алмай жатырмын ба? Бәсем, міне жатыр ғой. Бисмилля. Ал. Бір қашты алсын. Қазір бір жерге асып тұрмын, келесі жолы жарай ма? Жақсы, давайте, аман болыңдар. Құрметті оқырмандар, ассалаумағалейкум, кеш жарық. Қазір ойлайтын не істеп жүрсің сен бала? Неге оны сатып қайттан алып атсың деп. Құрметті оқырмандар, ой үшін барлығы біз ойлағандай бола бермейді. Мен бұл ешканы сатқан жерден өзіме GT алған болатынмын, Mercedes. Мен ол GT-ді не үшін алдым? Ол маған жақсы бағаға келді. И мен оны қымбатырақ сатам деп ойладым. Сөйтіп сатуға қойдым. Біраз уақыт өткеннен кейін ол көліктің жағдайын басқа адамдардан білетін боламын. Енді мен ол көлікті алған кезде өзімнен де кінә бар. И ол көліктің былығы өте көп екен. Сол себептен мен сол көлікті алған адамға барып, сол көлігін қайтардым да өзімнің Мерсімді қайттан алдым. Жасырып не қылайын? Маған ақша керек болды. Өзімнің де бір кішігірім сынақтарым болып жатыр. Енді барлығы мен ойлағандай болған жоқ. Енді хайыр. Бұл ешканы не істеймін? Бұны мен сатам. Өте жақсы бағаға берем. Реальный клиент болса, қазір нарықтағы бағасымен мен плюс-минус өзім 39 миллионға берем деп тұрмын. Егер реальный клиент болатын болса, жақсы торг жасап берем. Егер бір ұсыныстар болса, бір бизнесмендерден немесе басқа бір компаниялардан, жарнама жағынан болсын, көлікпен бірге. Енді мен көлігім жағдайын көбі білет. Мынаның пробегі 50 мыңға енді жетті. Машинаға 7 жыл болды. 7 жылға өте жақсы пробег деп ойлаймын. Идеальный көлік, в общем. Қалағанынан сатып атқан жоқпын. Амалдың жоқтығынан сатып атым. Сондықтан түсіністікпен қарайсыздар деген ойдамын. Көп рахмет. Көп ойландым, салайын ба, салмайын ба деп. Сол, в общем. Ұсыныстарыңыз болса, қалдырып кетіңіздер. Өте жақсы бағаға бере алам бұл көлікті. Көлік іздеп жүрген жақындарыңыз болса, жіберіп қолдау ретінде көмектессеңіздер болады. Аман болыңыздар.